Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта куклаға осындай әдемі желбірі бар юбка тоқып үйренеміз. Сабағымызды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Біздің жұмысымызға екі түрлі жіп қажет. Мендегі жіп қызғылт және сарғыш жіп, айшы және крючок қажет. Ең алдымен кукланың беліне қарай ілмектерден цепочка тоқимыз. Мендегі кукланың беліне 32 ілмек кетеді. Міне қараңыздар, цепочкамыз дайын. Енді бір-біріне қосамыз. Цепочкамызды ең бірінші тұрған ілмегіне қосамыз. Енді қосқаннан кейін екі ілмек және жоғарыға қарай тоқып, цепочканы айналдыра екі қатар 32 столбик с накидом тоқимыз. Міне бізде бірінші қатар аяқталды. Енді қосамыз. Қараңыздар, мынау бізде ең алғашқы жоғарыға қарай тоқыған екі ілмегіміз. Соған қосамыз. Міне бірінші қатарды аяқтадық. Енді және бір қатар тоқимыз осылай. Міне бізде екінші қатарда аяқталды. Қараңыздар. Енді келесі қатардан бастап барлық ілмекке прибавка жасаймыз. Яғни әр ілмекке екі столбиктен қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Әр қатарды бастамас бұрын осылай екі ілмектен тоқып, одан кейін қатарды жалғастырып тоқисыздар. Міне бізде қатар аяқталды. Қараңыздар, 32 ілмекке прибавка жасағанда жалпы саны 64 ілмек болды. Енді осы 64 ілмекті айналдыра 7 қатар тоқып шығамыз. Міне қыздар, 7 қатарды тоқып болдық. Енді санап шығыңыздар. Егер ұзын юбка тоқығыларыңыз келсе, қатар санын көбірек қылып тоқуға болады. Енді юбкамызды айналдыра желбірін тоқимыз. Ол үшін жібімізді қиып, басқа түстегі жібімізді жалғаймыз. Юбкамыздың желбірін ілмектердің тек алдыңғы қабырғасына тоқимыз.
Видеоға мұқият қараңыздар, барлығы анық, нақты көрсетілген. Енді әрбір ілмекке қатардың соңына дейін бірінші ілмегіне 2 столбик без накида тоқсақ, келесі ілмегіне 3 столбик без накида тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін кезекпен тоқып шығамыз. Міне қараңыздар, кезекпен әр петляға біреуіне 2, келесіне 3 ілмектен тоқсаңыздар, желбірі осындай ирек болып, әдем болып шығады. Қатар аяқталды. Енді жібімізді қиып, екі ұшын байлап клейлейміз. Енді юбканы өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен осындай 2 моншақ клейлеймін. Міне біздің юбкамыз дайын. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Енді куклаға кигіземіз. Міне куклаға дәл болды. Сіздер де тоқып көріңіздер, өте оңай тоқылады. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген киімдерге мастер-класстар шығады. Сіздермен болған Алия, келесі сабақта кездескенше.